Қайырлы күн оқырмандар, сіздермен Гүлайым. Бүгін сіздерге осы видеода сырниктің қалай мінсіз болып шығатын, яғни идеальный болу үшін бірнеше құпияларымен бөлісетін боламын. Ол үшін видеомды соңына дейін қарауды сұраймын. Ең бірінші, бұл жерде ірімшікті дұрыс таңдауымыз керек. Осындай пачкадағы 5-9% алған дұрыс. Неғұрлым біркелкі ірімшік болуы керек. Енді осы ірімшікке жұмыртқаның сарысын, ұн, тәттілігіне қарай қант, дәмін шығару үшін кішкене ғана тұз және ванилин қант емес ванилин салып жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Бұл жерде аз жасағыңыз келсе, ірімшіктің бір ғана данасын қолдансаңыз болады. Ол үшін описаниедегі құрамның жартысын ғана пайдаланамыз. Міне араластырдық. Енді жұмыс столына 1-2 ас қасық ұн саламыз. Енді үйде таразы болса, осылай әр сырникті 50 граммнан бірдей болу үшін өлшеп алуға болады. Ең бірінші осылай өлшеп, кейін қолмен дөңгелектейміз, және бұл жерде маңыздысы дөңгелектеп болған соң ұнға жай ғана қоямыз. Егер ұнға қолмен аунатсаңыз, сырник піскен кезде жарылып кетеді. Сондықтан бізге құрамына артық ұн керек емес. Сырниктің барлығын дөңгелектеп болған соң ұнға аунатамыз. Осындай құрал болмаса, пышақпен үстін жайлап соғамыз, кейін шетінде видеодағыдай біркелкі етеміз. Барлығын жасап болған соң табаға қортылған сары майды саламыз. Оттың асты орташа болуы маңызды. Осылай сырниктарымыздың екі жағы сәл қызара бастаған кезге дейін қуырамыз. Ең соңында формаға салып, 200 градуста қызып тұрған пеште 3-4 минут пісіреміз. Дайын болған сырниктің қасына осылай қаймақ және шие вареньесін ұсынуға болады. Асыңыз дәмді болсын.